Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бәрі дәмді арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз сіздермен оңай әрі жылдам дайындалатын осындай керемет шөліңізді басатын дәмді компотты бірге жасайтын боламыз. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сонымен бізге компот жасау үшін не қажет екенін айта кететін болсақ, мен жүзім, қара өрік, шие үшеуінің қосындысынан жасадым. Ең алдымен банкаларды стерилдеп, жемістерді жуып, сабағынан ажыратып алдым. Қаласаңыз, жүзімді сабағымен де салып жасай беруге болады. Бірақтан мен барлығын тазартуды жөн көрдім. Ал онда ісімізге сәттілік. Ең алдымен алдын ала дайындалған стерилденген банкамызға шиемізді саламыз. Менде жаңадан піскен шие болмағандықтан морозильниктегі қатырылған шиені алдым. Енді құрамын әркім өзінің қолында не бар, содан жасай беруге болады. Жалпы жемістердің де көлемін өзіңіздің қалауыңызға қарай салыңыз. Бізде жемістері онша жиілінбейді, қалып кетеді. Компоты суын ішеміз. Сондықтан мен үнемі жемістерін аздау, компоты көптеу болғанын қалаймын. Балаларым солай ішуді жақсы көреді, сондықтан осылай жасаймын. Осылайша жемістерді бірінен соң бірін салып, соңында қантты саламыз. Бұл жерде де айта кететін жайт, құрметті көрермен, қантты өз қалауыңызша салыңыз. Егер көбірек салсаңыз, қыста ашқан кезде үстіне қайнаған су құйып көбейтіп алуға болады, яғни концентрат болады. Ал мен морозильникте де қатырамын жемістерді, қыста да жасап іше береміз свежий түрін. Сондықтан мен осылай 2 литрге 200 грамм қант саламын. Үстінен қайнап тұрған суды құйып, стерилденген қақпақты қойып жабамыз. Көп қыздар осы жерде қайнаған суды құйып, оны төгіп 2-3 рет солай обработка жасайды. Ал мен қайнаған суды құйып, тек қана жабамын, сол атылмай тұрады. Ол банканы жақсылап стерилдеуге және ішіндегі жеміс жидектерді жақсылап жуғанға байланысты атылу-атылмауы. Осылайша қақпақты бұрап жауып болған соң, міндетті түрде қантын ерітіп алуымыз қажет. Бұл өте маңызды, құрметті көрермен. Егер де қанттарымыз толықтай ерімей түбінде қатып қалатын болса, компоттарыңыз атылып кететін болады. Сондықтан осындай қимылдармен жақсылап ерітіп алып, толықтай еріген соң банкаларыңызды аударып, үстінен қалың сүлгі жауып орап қоямыз. Міне көрермендер, сіздер де көп уақытыңызды жоғалтпай, осындай оңай әрі жылдам жасалатын компотты дайындап үйреніңіз. Мен каналымда бұдан да басқа рецепттермен, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Сондықтан каналды жоғалтып алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет. Қош сау болыңыз.